Ассалаумағалейкум қазақтарым. Міне 1400 жылдан асып кетті. Надан, білімсіз, ақмақ, дүмше ғалымдар мен имамдардың арқасында біздің адамдар үйінің төрінен жин шайтандарға бөлме беріп қойды. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уақытында туалет деген болмаған. Пайғамбарымыздың өмірінің соңғы кезінде саллаллаху алейхи вассаламның адамдар, сахабалар екі кірпіш қойып берген, арт жағын жауып, дәріске отыру үшін. Ал енді туалет кәдімгідей болмаған. Сондықтан да мына хадистердің бәрі туалет туралы бәрі де өтірік. Бәрін шайтан шығарып берген. Сондықтан шайтанның азғыруымен адамдар өздерінің үйінің төрінен бір бөлме беріп қойған шайтанға. Сондықтан да Құран оқу керек, жын шайтанды қуу керек туалеттен. Мен бұл туралы айтқан едім, тағы да айтып отырмын.